Қайырлы күн достар, қалдарыңыз қалай? Сіздермен Назерке. Бүгін сіздерге қыстық салаттың рецептісімен бөлісемін. Былтыр осы салатты жапқан кезде бір банка қалған жоқ. Толықтай барлығы желініп кетті. Қызанақтың соғында қиярды тұздықтап сақтап, осылай жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Алдымен каналға тіркеліп, қолдау білдіріп қоюды ұмытпаңыздар. Ең бірінші бізге помидор, тәтті болгар бұрышы қажет болады. Түсінің барлығы өзіңіздің қалауыңыз бойынша. Осылардың барлығын массировкамен немесе блендермен жақсылап тұрып езіп дайындап аласыздар. Бұлардың барлығын бөлек-бөлек ыдысқа құйып дайындайсыздар. Сосын қиярды дәл видеодағыдай ұзынша, яғни домалақтап турап аласыздар. Қатты жіңішке емес, қатты қалың емес, орташа көлемде турайсыздар. Жіңішке болса ол езіліп білінбей кетеді. Қалың болса сізге дәмі онша сіңбей қалады, орташа болса кідірлеп тұрады. Витте әдемі көрінеді. Біздің тәтті бұрышымыз ұзынша ет тураймыз, укроп, кинза қосамыз, яғни петрушка. Олардың барлығын жақсылап жуып, кептіріп, тазалап, дәл видеодағыдай майда ет турап аласыздар. Алдымен қызанақты блендермен немесе массировкамен өткізіп алғаннан кейін оттың астын қосып жақсылап қайнатамыз. Қайнағанын күтеміз. Бұл енді оттың астына қойғаннан кейін қайнап бастауға жақын қалған кезде, енді көпіршік пайда бола бастаған кезде біздің тәтті бұрышымызды қосамыз да барлығын жақсылап араластырамыз. Отты міндетті түрде қатты отқа қойып қоймаңыздар. Баяу, жай отта ол өзі бұрқылдап қайнайтын болады. Міне видео барысында көріп тұрғандарыңыздай жақсылап қайнап жатыр. Араластырып, оттың астын пәске қойып 30 минуттай асықпай қайнатыңыздар. Енді біз дәміне қарай тұзын, қантын қосамыз. Осы қанша тұз, қанша қант қосқанның барлығын видео барысында описанияға жазып қалдырдым. Сол жақтан жазбаша рецепт түрінде көрсеңіздер де болады. Барлығын тағы да жақсылап араластырасыздар да, сосын біздің қиярымызды толық барлығын қосып жібереміз. Міне видеодағыдай барлығын толықтай қосасыздар. Басында бұл түсі дәл осындай болып тұрады, одан кейін оның түсі басқаша бетпен басталады. Қайнаған кезде түсі басқаша түс болады. Жақсылап араластырасыздар, астын толық барлығы араласуы керек. Оттың астын осы кезде жай болып тұру керек, жай бұрқылдап қайнау керек. 2-3 төмен есе қойып қойыңыздар. Сосын бір кесе, шай ішетін кесемен сұйық май құясыздар. Бұл сұйық майды осы барлығын салып болғаннан кейін соңына таман құясыздар, қыздар. Қара бұрыш қосамыз. Қара бұрыштың ірі түрін 15-20 штук. Енді өзіңіздің жасап жатқан салатыңыздың грамына байланысты сала бересіздер. Енді қақпағын жауып, біраз уақытқа қайнатуға қалдырасыздар. Шамамен енді 20-25 минутта қайнау керек. Осы кезде уксус пайдалансаңыздар да болады, ішіне қосып жіберуге. Видео барысында толық көрінбей қалыпты, немесе банканың ішіне де уксус қоссаңыздар болады. Қоспасаңыздар да болады. Енді әркім әртүрлі әдіспен жабады, арасында уксус қосуға да қоспауға да болады. Ең соңында жабуға бір 10-15 минут қалған кезде біздің сарымсағымыз бен укроп кинзамызды қосып бір 2-3 минуттай ғана қайнатасыздар, көп қайнатпайсыздар. Бұны басында қайнатқан кезде дәмсіз болып қалады да, басында қосқандарыңызда. Көп қайнатсаңыздар да бұл дәмсіз болады. 1-2 минут қайнатсаңыздар жеткілікті. Барлығын жақсылап араластырып, уже бізде дайын салат. 1-2 минут ұстайсыздар да. Түсі барлығы әдемі қалыпқа енеді, дәмді болып шығады. Уксусын көп қосып жібермеңіздер. Өздеріңіздің жасап жатқан салаттарыңыздың грамы бойынша қосасыздар ғой. Былтыр мен жапқанда уксус қоспағанмын. Биыл уксус қосып жауып көріп жатырмын. Уксус қоспасаңыздар да атылмайды негізінен. Бірақ сенімді болғыларыңыз келсе, уксус қоссаңыздар болады. Банкамен оны қақпағын жақсылап булап дайындап қоясыздар да, буланған банкаға жайлап қоясыздар. Осылай қыстық салат ретінде жауып, дайындап, міндетті түрде жеңіздер.
ұнап жатса рецепт фото отчет жіберіңіздер. Менің инстаграм парақшам Назерке Нұрбаев, ол жаққа да тіркеліп алыңыздар. Мен сіздерге күнделікті жақсы рецепттерді түсіруге, бөлісуге тырысамын. Қазақша контент, қазақша каналды қолдап, парақшаға подписаться батырмасын басып, достарыңызға осы каналдың бар екенін поделиться етіп басып жіберіп қойыңыздар. Осылай қақпағын жауып, жылы матамен орап қоясыздар. Осылай қысқа сақтап жіберіңіздер. Баршаларыңызға ас болсын. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Сіздермен болған мен Назерке. Келесі видеода кездескенше видеоны қолдауды, пікір жазуды, лайк басуды ұмытпаңыздар.